еттеріңіз иістеніп қалса және оны не істеу керектігін білмесеңіздер, онда осы видеоны толық қарап шығыңыздар. Қазір сіздерге айтамын. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Так, сіздерге керек сода, тұз және марганцовка. Суды, етті турайсыздар. Жақсылап, қатты майдалау емес, орталарын кескектеп турайсыздар осылай. Сосын су құясыздар, жылы су. 2 қасық ас содасын саласыздар, столовый ложка, 2 қасық тұз саласыздар, сосын марганцовка қызарғанша саласыздар. Осылай тұзды салып, 2 қасық саласыздар, 2 столовый ложкадан саласыздар. Қозғайсыздар. Мына жерде марганцовка қызарып, жаңа етті күйдіреді. Сода ішіндегі заттарды тазалайды. Иістенген иістерге қысылап тұрып жуасыздар, сығып. Иістен вообще иіс қалмаған ғой. Иісі жоқ уже. Сақтап қойыңыздар өздеріңізге, білмеген достарыңызға таратып жіберіңіздер, біліп жүрсін. Құр босқа қаншама етті ысырап қылып, итке тастағаннан гөрі осылай жасасаңыздар жақсы болады. Міне, дым иісі жоқ, бәрі кетті. Қазір жақсылап тұрып тазалап болған.